Достар, бүгін өте дәмі ерекше болып шығатын осындай чак-чактың рецептісімен бөліспекшімін достар. Көпшіліктің айтуы бойынша бұл чак-чак татарлардың ұлттық астарының бірі деп айтып жатады достар. Өте дәм ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер, магазиннен сатып алудың ешқандай да қажеті жоқ. Дәл магазиннің чак-чагынан да артық болып шығатын чак-чак болады достар. Жасап көріңіздер, рецептісі керек болатын болса, видеоның соңына дейін көріп тамашалаңыздар достар. Егер де видеом ұнап жатса, маған подписация жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар достар. Видеом ұнаған болса, комментария қалдырып, лайк басып қойды ұмытпаңыздар достар. Біздің чак-чактарымыздың дәмі өте ерекше болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап берсеңіздер, өте дәмді чак-чак болады достар. Ал енді чак-чагымызды жасауға кірісетін боламыз. Достар, бізге керекті ингредиенттеріміз алдыменен ұнымыз, тұзымыз және де осыны пищевая содамыз, 4 жұмыртқамыз қажет болады. Алдыменен осыны құрғақ ыдысымызға жұмыртқамыз жарып салып алатын боламыз достар. Менде алдыңғыдан қалған 2 жұмыртқам болғасын, сонымен қосып 2 жұмыртқамды жарып салып алдым. Және кішкене ғана шым-шым тұзымызды салатын боламыз. Және жарты чайный ложка пищевая сода жейді достар. Жарты ғана, кішкентай ғана пищевая содамызды салып, және үстінен ұнымызды салып, жақсылап әдемі етіп қамыр елейтін боламыз достар. Қамырымыз міндетті түрде ерегештен өткен болуы керек достар. Ерегештен өткен қамыр әрдайым жақсы болып ісіп шығатын болады. Әдемі болып дәмінде кіреді. Достар, осылайша барлығын қасықпен араластырып алатын боламыз. Және үстінен енді үкіштен ситадан өткізілген ұнымызды осылайша 3-4 бөлікке бөліп салып, жақсылап қолмен қамыр елейтін боламыз достар. Міне дәл осындай қамыр елеп, және 15 минутқа бетін жауып тұндыртуға қойып қоятын боламыз достар. Өзі кішкене ғана көтеріліп, қамырымыз кішкене біздің жұмсаратын болады. Қатырақ қып елегендеріңіз дұрыс, себебі достар, бұл ұнсыз жайыла беретін қамырымыз. Ұнсыз жаятын боласыздар, жақсылап оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаятын боласыздар достар. Осылайша жұқалығы осындай болу керек. Астыңғы жағы көрініп тұратындай жұқа етіп жаясыздар. Және осы қамырымызды енді кесіп алатын боламыз пышағымыздың көмегімен. Сіздерде әртүрлі формада пышақ болатын болса, сондаймен кессеңіздер болады. Менде ондай жоқ болғасын, онсындай пышақпен кесіп осылай дайындап алдым достар. Енді дәл осы қамырымызды тақтайымыздың үстіне қойып, осылайша бірін үстіне бірін қойып, негізі достар, кішкене кептіріп алғандарыңызды дұрыс. Мен 5 минут 10 минуттай уақыт кептіріп алдым. Өзі қамыр дедігіп қатая бастайды. Сол кезде кессеңіздер, қамырларыңыз бір-біріне жабыспай шығатын болады достар. Мен солай кептіріп алып, енді осы қамырымды кеспе сияқты етіп кесетін боламын. Сіздер де дәл осындай көлемде қылып кессеңіздер болады достар. Бұдан да жіңішке қылып кессеңіздер болады, себебі қазір майға салғаннан кейін ол қатты ісінетін болады. Міне қызып тұрған майыма алдын ала қыздыртып май құйып қойдым достар. Майларыңыз көп болу керек, қамырларыңыз осылай сүңгіп тұру керек. Міне осылай етіп чак-чактарымызды қуырып алатын боламыз. Жақсылап осылай барлығын біркелкі етіп араластырамыз, себебі бір жағы қызыл, бір жағы ақ болып шығып қалмас үшін жақсылап майға қуырып алатын боламыз достар. Міне тағы да сіздерге көрсетіп жатырмын. Осылайша қамырымыз салғаннан кейін беті осындай көпіршіктейді, себебі құрамында пищевая сода болғаннан кейін осылай беті көпіршіктейтін болады достар. Жақсылап қуырып алатын боламыз. Барлық жағын біркелкі қозғап тұруымыз керек достар, себебі тез қызарады. Майымыз міндетті түрде қызып тұрған май болу керек достар. Сонда барлық жағы біркелкі әдем болып қызарып пісетін болады. Мен барлық чак-чактарымды міне осылай етіп жасап алдым достар. Осылай жасасаңыздар болады. Той жиындарда, әртүрлі жиын жасаған кездеріңізде дәл осы чак-чакты жасап көруге кеңес беремін достар. Өте дәмі ерекше болып шығады екен. Жасап көріңіздер. Менің инста парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар достар. Видеоның төменгі жағында менің инста парақшам жазылған, сол жерге де тіркеліп қойыңыздар достар. Не дәл осылай барлық чак-чагымды қуырып алатын боламын. Осы қуырылған чак-чактарымның барлығын сүзіп алып,
Барлығын осылай қуырып аласыздар достар. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Міне барлығын осылай қуырып алдым. Енді осы қуырып дайындаған чакчагымның үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша достар салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Осындай күнжітті алып мен табада кішкене қызартып қуырып алатын боламын. Қуырылған күнжіт қоссаңыздар чакчактарыңыздың дәмі одан да тәтті болады достар. Бірақ өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша міндетті емес. Дәл осылай етіп күнжіттерімді қуырып алдым. Енді осы қуырылған күнжітімді чакчактарының үстіне төгіп салып алатын боламын. Және осындай грек жаңғағы, яғни тал жаңғағымызды осылайша оқтаумен кішкене ғана езіп, бәрін осылайша чакчагымның үстіне оны да салып алатын боламын достар. Салып алғаннан соң қолымызбен бір араластырып алатын боламыз. Араластырып алғаннан соң менде кішкене 100 грамдай мейіз қостым достар. Қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Және осындай макты қостым достар. Осылай жасап көріңіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді біз сиропын жасайтын боламыз. Сиропты жасау үшін бізге 200 грамм шекер, 100 грамм су және де 200 грамм әселіміз қажет болады достар. Осы әселімізді барлығын салып араластырғаннан кейін бір қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз. Жақсылап қолымыздың қасықтың көмегімен осы затымыздың барлығын араластырып дәмді сироп жасайтын боламыз достар. Негізі чакчагымыздың дәмін кіргізетін де осы сиропымыз, себебі дәмі деген өте ерекше болады достар. Жасап көріңіздер. 200 грамдай осындай әселімізді қосып аласыздар достар. Барлық ингредиенттерді осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдырған болатын достар. Жақсылап осы сиропымызды астын отын жағып, жоғары отқа қоя бересіздер достар. Осылайша қасығымызбен кішкене қозғап тұратын боламыз. Әселіміз жабыспас үшін шекерімізді ерітіп, осылай бір қайнап шыққаннан кейін тағы бір 3-4 минуттай қайнатып аласыздар. Және де астын өшіріп, енді осы ыстық сиропымызды жаңағы чакчагымыздың үстіне құятын боламыз. Чакчагымыздың үстіне ыстық сиропымызды құямыз достар. Қасықтың көмегімен, не болмаса лопатканың көмегімен араластырсаңыздар болады. Себебі қолдарыңызбен араластыра алмайсыздар, себебі бұл сиропымыз қатты ыстық болғаннан соң қолдарыңызды күйдіріп қоясыздар достар. Осылайша барлығын міне осындай лопатканың көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Міне бәрін араластырып, міне осындай пергамент қағаз төселінген осындай листіме мен формама барлығын салып, жайғастырып, үстін басып шығатын боламын достар. Не осылайша барлығын осындай лопатканың көмегімен үстін жақсылап нығыздап басатын боласыздар. Себебі біз осы чакчагымыз кепкеннен кейін кескен кезде бөлініп кетпес үшін жақсылап үстін нығыздап басатын боламыз. Осылай үстінен күленкі қойып, не болмаса қолдарыңызға осындай, қолдарыңызды сулап бассаңыздар да осындай күленкіні қойып, үстін жақсылап нығыздап басасыздар достар. Барынша басып, және осы бетінде күленкі жабу қажет емес. Осылайша басып болғаннан соң холодильнигімізге 2 сағат, 3 сағатқа қойып қоятын боламыз достар. Қойғаннан соң міне достар, менің чакчагым дайын болды. 2 сағаттан кейін алып отырмын. Міне достар, өз формасын жоғалтпай, алған кезде де міне жақсы алынады, сынбайды достар. Кесіп дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады достар. Өте дәмі ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Ішіне қосылған мейіз, мак, күнжеттеріңіз болмаса қосу міндетті емес. Сиропын дайындап, осылай дайындасаңыздар болады достар. Өте дәмі ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер достар. Менің видеом ұнаса маған лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Менің арнама подписация жасап, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Маған тіркелген болсаңыздар, сіздерге Алла разы болсын. Алдын ала рахмет достар. Менің алдағы жаңа видеоларымды көріп, пікір қалдырып қою үшін достар, міндетті түрде подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Алда жаңа рецепттермен бөлісетін боламын достар. Сіздермен бірге болған Алмагүл ас болсын. Отбасыларыңызға жасап беруге кеңес беремін достар. Менің инста парақшама да тіркеліп қойыңыздар.
осындай чакчактарды үйде жасап жегенге не жетсін, магазиннен сатып алғанша одан да өздеріңіз үйде жасап көріп, балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап беріп қуантыңыздар достар. Сіздермен бірге болған Алмагүл, сау болыңыздар. Менің арнама подписация жасауды ұмытпаңыздар. Алла разы болсын. Сіздермен бірге болған Алмагүл.